Сәлем, менің атым Шумайла Юсуфзай. Біздің үйге қош келдіңіздер. Тура таңғы астың уақыты болып жатыр. Балаларға тамақ әзірлеп жатырмыз. Назарбаев университетінде әйелдер кәсіпкерлігі бойынша зерттеу жүргізіп дәріс беретін профессор балаларын үйде оқытады екен. Қазақстан қоғамына таңсық стиль жайлы сыр тартып сұрап көрдім. Софи мен оның мұғалімі Фрэнсис математика оқып жатыр. Біз сингапурлық оқулықтарды қолданамыз. Фрэнсис осы университетте электрлік инженерия мамандығы бойынша магистр. Сонда үйден оқытудың қандай артықшылықтары бар? Ең басты артықшылығы балаларымызбен көбірек бірге уақыт өткіземіз. Көз алдымызда өсіп жетіледі. Және балаларымыздың не оқитынын да өзіміз таңдаймыз. Мысалы, менің ұлым жаратылыстану пәндерінен гөрі тарихты жақсы көреді. Сондықтан ол басымдылықты тарих сабақтарына беріп, соны ғана оқиды. Баланың қызыққаны сонша өз қолымен конспектілер арқылы кітап жазып шыға бастаған. Қазір Осман империясын зерттеп жатыр екен. Міне, кітап үшін түрік сұлтандарының портретін салып шықты. Балам, әлгі Осман империясына арналған кітабыңды алып келші. Мынау Орхан екен, мынау Османның өзі. Империяның негізін қалаушы. Ал оның баласы Ертұғырыл. Содан әрі ұрпақтар тарайды. Мама, Османның баласы Ертұғырыл емес, Ертұғырылдың баласы Осман. Солай еді ғой. Ертұғырылдың баласы Осман. Әне, көрдіңіз бе, мені түзетіп жатыр. Ол енді оны ұмытпайды. Себебі суретін салып, бәрін жазып, оқып, санаға тоқып жүр. Мынау түрік тарихына қатысты карта сияқты, е? Бұның бәрін жазып сызып шығу қалай? Қиын емес пе? Біраз дүние сияқты ғой. Жоқ, бастысы дерек көздер дұрыс тексерілген болу керек. Кітабымның алғашқы нұсқасы қателіктерге толы болды. Себебі оны Википедия қарап жазғам. Сосын тереңірек зерттеп түзеттім. Соның барлығын дұрыс әдебиеттерден тексеріп шықтың ба? Иә. Балам ержетіп, әр тарихшының пікірін салыстырып, сыни тұрғыдан қарайтын болды. Бұрынғыдай көжіре салмай, дерек көздерді тексеріп, академиялық әдебиеттерге қол созып жүр. Ал бұл кітаптар дайын болғанда, оны сол жастағы үйден оқитын балаларға қосымша оқулық ретінде ұсынады. Себебі баланың тілімен жазылған дүние балаға әлде қайда ұқынықты дейді профессор. Балаларыңыздың білімін дәлелдейтін куәлік дипломдарды қалай аласыздар? Қазіргі адамдардың көпшілігін баланың қандай білімге қол жеткізетін емес, қандай түсті диплом алуы қызықтырады. Мысалы, британиялық университеттер мектеп оқығаны туралы сертификат сұрамайды. Олардың арнайы A-level емтиханы бар. Содан сүрінбей өтсе болды. Немесе халықаралық бакалавриат дайындығынан өте алады. Ол жерде не бардың бәрін оқымай, өзіне қызықты 3 пәнді оқыса жеткілікті. Шумайла ханның жұбайы Мурат масарлық ней атты аспапты жасайтын ұста екен. Тек жасап қана қоймай, ол аспапта да ойнап, сабақ береді. Негізі мұнша көп жасамайтынмын, бірақ жақында Ұлыбританияға барамыз. Ней ойнаудан дәріс бермекпін. Сол жерде көпшілігі енді бастап үйренетіндіктен, оларға аспаптарды өзім жасап апармақпын. Содан дастархан басына жиналдық. Таңғыша үстінде әңгімелесіп отырып, профессордың докторантура оқыған Кардиф университетінде өзімнің магистратура оқығанымды біліп таңғалып, Уэльстегі қызық жерлерді еске алыстық. Халал асхана табу жағы қиын болғанда түрік мигранттар ашқан сарай мейрамханасына баратыным жайлы сөз қозғап едім. Олар да сол жерден түстеніп жүретінін айтып қалды. Сол дәмхана тұрған Сити Роуд көшесінде түрлі елдің дүкен асханалары көп еді ғой. Иә, халал етті тек сол көшеден табатын едік қой. Сити Роудқа барсаң, басқа әлем алдыңнан есік ашады. Ол рас. Тамақтан кейін профессордың студенттермен кездесуіне бардық. Әйелдер кәсіпкерлігін зерттейтін көп ұлтты топ өз тақырыптарына қатысты сұрақтарын қойып, сараптама талдау жасау бойынша жетістіктерін айтты.
Қазақстанның жас ғалымдарымен жұмыс істеген өзінше бір ғанибет. Назарбаев университетіне қарасты кәсіпкерлікті зерттеу орталығының мамандарымен бірге әйел кәсіпкерлермен жолығып, әрқайсымен сөйлесіп, проблемаларын зерттейміз. Олардың жағдайларын барынша кең ауқымда таратып, көпшілікке үлгі етуге тырысамыз. Еңбектерінің құнды екенін дәлелдеп, қоғамға пайдасының мол екенін көрсетуге талпынамыз. Сондай-ақ зерттеуші жастарға тәлімгерлік етіп, демеп жіберуден де ләззат аламын. Түрлі әдебиеттерді оқып, төрт қабырға ішінде қамалмай, сыртқа шығып адамдармен сөйлесіп, тірі мысалды талдау анағұрлым зор жеміс береді. Бизнестің қаншалықты табыс табатынына, қаншалықты салық төлеп, қаншама жұмыс орнын ашатынына ғана қарап, кәсіпті бағалауды доғару керек. Осы критерийлермен ғана бағалау адамзаттың басқа да құндылықтарын шетке ысырып тастайды. Әйел кәсіпкерлер, мүгедектігі бар кәсіпкерлер жанұясына, айналасындағы өзі сияқты адамдарға тигізетін ықпалына да баса назар аудару керек. Олар үлкен әлеуметтік проблемаларды шешіп жатыр. Өзі сияқты адамдарды шабыттандырады. Ал ондай құндылықты менсінбесек, қоғам ретінде дами алмаймыз. Біздің зерттеу сол топтардың кәсіпкерлігін дамытуға бағытталады. Кәсіпкерлер қатарында әйелдердің көбеюі, инвесторлардың балаларға арналған тағам өнеркәсібіне, білім беру саласына, отбасы институттарына ақша құюына алып келеді. Айналаңдағы әлемге, қоршаған ортаға, адамдарға қамқор бол, кәсіпкер болма, сізді ешқашан кедей етпейді. Шын жүректен болған қамқорлық керісінше жанды байытады.